желбіреген ақ желкені, ұстазым сенсің ұланымның ертеңі. Ұстазым, жыр сазым, бір өзіңе мың тағзым. Сәлеметсіңдер балалар? Отыра қойыңдар. Бәйтерек тобын тыңдайық. Мен тәуелсіз Қазақстанды жақсы көремін. Мен отанымды жақсы көремін. Отанымды қорғауға дайынмын. Рәміздерімізді құрметтеймін. Қазақ тілін жақсы көремін. Біз бір-бірімізді қазақша сөйлесеміз. Жыр сазым, бір өзіңе мың тағзым. Ұстазым. Ұстазым мектептің тірегі, ұстазым мектептің жүрегі. Дана халқымыз ұяда не көрсен, ұшқанда соны ілерсін демекші, ұстаздар отбасынан болғаныма өзімді бақыттымын деп санаймын. Жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші білім, ал бұл білімнің кілті ұстаздардың қолында. Ұстаздық мамандық құрметті мамандықтардың бірі. Қуанышы мен қызығы мен қиыншылығы да көп. Мен Шаяхметова Шайзада Қарақол орта мектебінде 30 жыл ұстаздық еттім. Балаларға жүрек жылуымды сеуіп, білім мен қоса тәрбиені қоса бердім. Осы саладағы жақсы еңбектерім үшін мектептің де оқушылардың да құрметіне бөлендім. Қазақ СССР-ның халық ағарту саласының үздігі деген медалі мен СССР жоғары советінің еңбектегі ерекшелігі деген медалмен марапатталдым. Қазіргі кезде менің жолымды балаларым мен немерелерім қуып жүр. Ол әрине мен үшін зор бақыт, мақтаныш. Қазіргі кезде мен Семей қаласында еңбегімнің зейнетін көріп, 81 жасқа келіп отырған жайым бар. Мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы демекші. Мен де ұстаз анамыздың салған жолын жалғастырып, Аягөз қалалық қазақ мектеп лицейінде бастауыш сынып мұғалім ретінде 28 жылдан бері еңбек етіп келемін. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, ұстаздық еңбек жолында шәкірт тәрбиелеуде әлі де талмай, қажымай жалғастыратын боламын. Ұстаз ұлық емес, ұлық қызмет. Деп Бауыржан Момышұлы айтқандай, бұл біздің әулетіміздің негізгі ұстанымы. Үлкен апам, апайларым да ұстаздар. Сол себепті кішкентай кезімнен бастап ұстаздық мамандығына ие болатыны сенімді болған. Қазіргі таңда мен Семей қаласы Қаныш Сәтпаев атындағы номер 2 жалпы орта білім беретін мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарымын. Және қазақ тілі мен әдебиетінің пәнінің мұғалімімін. Осы әулеттегі ұстаздар династиясын жалғастырып жатқаныма өте қуаныштымын. Мен де әпкелерім мен апамның жолдарын қуып, ұстаздық мамандығын таңдадым. Болашақта балалардың денсаулығын нығайтуға, спортқа бейнелеуге өз септігімді тигізгім келеді.